Әйгілі Әлия Молдағұлованың Анна Диляраға қандай қатысы бар? Yeah, I remember it because it was one of the names of the statues of the lady snipers, Molda Godova. Гректердің құпиясы. Мальчик думает, что он родился здесь, в Греции. Француздар неге жалған сөйледі? Il n'a pas encore intellectuellement. Қытайлар неден қаймығады? Они приостановили международное усыновление. Канадалық қазақ қызы, қазақстандық капитан, қандай байланыс? Не болды десем, неғып жылап отырсың десем, қызымның дауысы әлі құлағымда тұр, түнімен ұйықтай алмадым. Ару Алматы, армандар мекені, ғашықтар қаласы, немесе кездесулер мен көңілсіз қоштасулардың да шаһары. Сәтсіз махаббаттың да отаны, жауапсыз әке, қайырымсыз қоғамның да ошағы. Алматы бәріне куә, Алматы барлығын көрді, бәрін біледі. Бірақ құпиясын ашпайды, ешқашан ашпайды. Көк түтінге көмілген кең кеудесіне улы заһармен бірге талай тағдырлардың сырында қымтап тұншыға береді. Алматының көшелерінде қанша тастанды сәби табылды екен, санаған адам жоқ шығар. Көз, қала, қалыпты тіршілік, әрлі-берлі қыбырлаған адам. Бірақ олардың ешқайсының назары бөбегін жанына қойып ұзақ ойланған, өзімен өзі арпалысып, жанын азаптап, жүрегін өз қолымен өзі тілгілеп отырған қызға түспеді. Әрине, қара көзілдіріктен оның көз жасын кім көре қойсын? Көрсе де, біреуі келіп, халін сұрар ма еді? Жоқ, біз бөтен адамның бақытсыздығын байқамаймыз. Ал егер байқасақ, қолдасақ, көмектессек, ол райынан қайтар ма еді? Он 4 қыркүйек. Бұл күн тарихтағы атаулы дата емес. Бірақ бұл күн құндақтаулы қазақ ұрпағының өмірін түбегейлі өзгерткен күн. Ананың баладан, баланың анадан мәңгілікке көз жазған күні. Көшенің атауын білем. Менің есімде ол көше. Соғысқа қатысқан батыр қыздың есімімен аталады. Қателеспесем, Әлия Молдағұлова. Бұған дейін Америкада қазақ қызының қоқыстан табылғанын баяндап едім. Енді міне, көшеге тасталған қазақ ұрпағының ащы тағдырына Канадада куә болдым. Қазір оған өзінің көшеге тасталғаны емес, өзін тауып алған полиция қызметкері туралы білу қызығырақ. Сол адам туралы көп сұрайды. Көшеден полиция қызметкерлерін көріп қалса, мен тауып алған осы адам ба деп сұрақтың астына алады. Көргісі келеді. Тауып алғанда ешқандай қағаз, ешқандай хат болмаған. Оны тоңып қалмасын деді екен, жақсылап ораған. Полиция қызметкерінің нөмірі жоқ менде. Гречин ханым сақтап қойған мәліметте, Алматы қаласы Жетісу аудандық ішкі істер басқармасы полиция лейтенанты Отаршиев Е деп жазылған. Баланың табылған күні 14 қыркүйек 2007 жыл. Молдағұлова көшесі, 1,5 айлық сәби, көгілдір көрпешеге оралған, көгілдір жастық, бас киімнің түсі де көгілдір. Уақыты да көрсетіліпті. Кешкі сағат 20:25. Осы мына Молдағұлова көшесімен, мына примерно осы тұстан табылды мысалға. Ол енді 2007 жылы қазір ол жерде, қазір сол кездегі біз барған адамдар, қазір ол жерде тұра ма тұрмай ма белгісіз оны. Осы жерден алып келді бізге робода, содан рободадан ары қарай жаңа скорыймен алып кетті.
Содан бері 7 жыл зулап өте шығыпты. Диляраға өзі көргісі келетін, үнемі анасының жанын қоймай сұрайтын полиция қызметкерін іздестіруге іштей серт байлап едім Канадада. Қазақстанға оралғанда сол азаматты іздедік. Таптық. Мен алғаш хабарласқанда аса еш нәрсеге таңдана бермейтін мамандық иесі де абдырап қалды. Ойбай, оның маған қатысты не екенін деп қоямын, содан сөйтсем. Сіз айттыңыз өзі, ойбай, ол қыз қазір Канадада екен, кәдімгідей бой жетіп өсіп қапты, сізді көргісі келеді екен деген кезде, енді ол әрине ол бала ғой, ол армандайды. Қанша жерде қандай бір жақсы условияда тұрып өскен күнде де ол өзінің шешесін немесе әкесін армандайды. Ол кезде Ерсінхан Ермекұлы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі аға инспектор еді. Қызметке кіріскеніне 1-ақ жыл болған. Ол кезде сол 24 шамасында жігітпіз ғой енді. Кезекшілікте болатын. Кешкі сағат 8-дер шамасында қоңырау соғылды. Көшеден бала табылды, қабылдаңыз деген бұйрық түсті. Көгілдір көрпешеге оралған баланы көтеріп 40-45 шамасындағы әйел адам кіріп келді. Қанша уақыт өтсе де, бәрі көз алдында. Ұмыту мүмкін емес. Жақсы ухоженный бала. Бір киімі бәрі таза, оралған көрпесінің өзі де жаңа, бәрі жақсы. Бұндай оқиға мен өзім сол кезде бірінші рет жаңағы кездесіп тұрғаннан кейін адам кішкене сасқалақтайды, соңын бүйтіп ойлайды екенсің. Қандай бір жағы ана бұл баланы бүйтіп тастайтын болса, неге дүниеге алып келді екен? Жаңа балаға қарайсыз да, енді ол кішкентай бала болғаннан әрине ол бір сүйкімді өз алдына. Балаға қарайсың да жаның ашиды. Бұл баланың енді келешекте тағдыры қалай болады? 30-дан ассақ та, анамыз осы үшін шырылдап отырады кейде келіндерімен жағаласып, менің балам деп. Сондықтан ойлайсың, неге ол, неге сөйтеді екен, неге үйтті екен, бұл қалай болды екен? Туа салып тастамай, бала ширап қалғанда артқа шегінген әйелдің әрекеті полиция қызметкерінде көп ойлантты. Өзінің қалай сезініп жүр екен әлемге дейін деген ойда болады. Сырттан бір қарап бақылап тұрдым екен, жаңа руды қалып келгенін де көрдім екен, артынан енді ол қанша дегенмен ана ғой. Оны әкесі әкеп тастамайды ғой баланы. Ағайын туысына білдіргісі келмеді ме екен, қалай болғанын енді ол кезде ол кісінің өзіне бір өзіне анық шығар, не себептен олай істегенін енді. Ойлай қоямын, сол кездегі сол тастап кеткен анасы қазір енді мысалға қанша жаста болған күнде де әлі күнге дейін өзі бір ойлар ма екен сол қызын. Қызы бір көз алдына елестей ме екен. Тастап кеткен анасы табылса ол тани ала ма? Анасы ма? Анасы әрине таниды ғой. Бала деген бәрібір ол. Бір жер болмаса, бір жер өзінің шешесіне или әкесіне тартады ғой. Ал канадалық психологтар көшеден табылған қазақ қызын асырап алған әйелге балаға басынан бастап бәрін айтуға кеңес беріпті. Көшеден табылған бала екен айттым өзіне. Ол осы кезден білсе, өсе келе оны өзінің ой санасынан өткізеді. Кейін өзі азапқа салмайтын болады. Балалықпен мұның не екенін түсінбейді. Мысалы, біз ересектер көшеге бала тастап кетіпті дегенді естісек, денеміз тітіркенеді ғой. Ал Анна мұны түсінбегендіктен көшеден баланы тауып алу дегенді қалыпты жағдай деп қабылдайды. Бала болғаннан кейін қиялдайды. Өзінің шешесін көргісі келеді, сағынады ол. Қанша үлмемен білбеуге орап отқанның өзінде бұл армандайды өзінің шешесін. Көрсем екен, қайда екен, мені ойлап жүрме екен деген, неге мені үйтіп тастап кетті екен, не себеп болды екен дегендей ол ойлайды. Ол қыз өмір бақи ойлайтын шығар деп ойлаймын енді өзінің шешесінің кім екенін, мысалға әкесінің кім екенін білгісі келетін адам көп қой.
Ал Диляраның бала қиялындағы ана образы қандай? Менің туған анам, мен туылған соң бетіме сүйді де өліп қалды. Сосын аспанға ұшып кетті. Қазір ол жұмақта. Мүмкін өсе келе санасын сансырататын сансыз сұраққа жауап іздеп сарсаңға салынбау үшін ол туған шешесі туралы осындай тұжырым жасады екен. Өзін өмірге әкелген адамның бейнесін бір көре алмау, елестете алмау қасіреті шығар жетім балалардың. Біз тек сөзге ғана шеберміз, бірақ бәрібір де олардың жүрегіндегі жараның қаншалықты қансырап тұрғанын көре алмаймыз. Біріншіден, мен оның бақытты болған қалаймын. Екіншіден, Анна өсіп, өзінің басынан өткен осы жағдайларды түсіне келе өмірде сынып кетпеу үшін, тұнжырамау үшін бәрін істеймін. Оның мықты, өз-өзіне сенімді болғанын қалаймын. Диляраның туған анасы бір тілім қағазда қалдырмапты. Жаңа туылғанда шақалақты кім деп атаған да белгісіз. Ал қазіргі есімін кім қойды, ол да беймәлім. Диляра Рамазанова полиция бөлімінен кейін Алматыдағы клиникалық балалар ауруханасына, одан әрі нөмір 2-ші сәбилер үйіне жөнелтілген. 11 айдан кейін сол жерден Канадаға аттанды. Денсаулық сақтау басқармасына қарайтын сәбилер үйіне ресми хат жаздық. Бірнеше рет телефон арқылы сөйлестік. Алайда түсірілім жұмыстарын жүргізуге рұқсат бермеген күннің өзінде заң бойынша ресми хат жолдауы тиіс мекеме үнсіз құтылды. Неге деген сауал туындайды. Әлі де айтылмайтын, көрсетуге болмайтын кемшіліктер бар ма? Жалпы Алматыдағы нөмірі 2-ші сәбилер үйінен шетелге берілген бұл алғашқы бал емес. Өкінішке қарай, соңғысы да емес. Дұрыс емес. Енді ол баланы дүниеге алып келгеннен кейін өйтіп әкеп тастап кету деген енді өте бір кешірілмейтін нәрсе шығар деп ойлаймын мен. Өзім ол қай жаққа барсаң да, о дүниеге барсаң да сол үшін бір сұрайтын шығар, сенен жақсылап деймін. Осы оқиғадан кейін полиция капитаны тағы бір тастанды баланың тағдырына куә болыпты. Автобус аялдамасында бір әйел 18 жасар қызға баласын беріп, ұстай тұршы, қазір келем деп жоқ болған. Жаңа баланың бетін ашып қарасам, бетіне мынандай бір жапырақ қағазда осындай хат жазып қойыпты дейді. Өстіп жігітім жол апатынан қайтыс болған себебінен жігітіме үйлен алмадым. Мына баланы сізге аманат еттім деп өстіп жазып қойыпты дейді. Жаңа туылған шақалақты көтеріп алып, жас қыз алдымен ағасының үйіне барыпты. Мән-жайды білген соң ақ жеңгесі өзімізде кішкентайлы бола алмай жүрміз, мүмкін асырап алармыз. Жаратушының бізге жіберген сыйы шығар деп ауылға хабарлаған екен. Алайда ол жақтағы ағайын тегі белгісіз баланы алуға рұқсат бермеген. Полиция бөлімшесіне келген соң сәби біздің кейіпкеріміз Диляраның жолымен ауруханаға, одан соң балалар үйіне түседі. Мүмкін ол да шет мемлекеттің біріне жөнелтілетін беді. Егер полиция қызметкері ең алғаш баланы тауып алын деген жас қыздан қайтара түсінік алу үшін іздеп бармағанында. Барсам жаңа қыз түнімен жылаған, беті ауысып кеткен. Бірден біліпті оқиғаның ойдан құрастырылғанын. Туыстары көрші ауылдың жігітіне тұрмысқа шығуға рұқсат бермеген жап-жас қыз ешкімге білдірмей баланы 9 ай көтеріп дүниеге әкелген. Не болды десем, неғып жылап отырсың десем, қызымның дауысы әлі құлағымда тұр, түнімен ұйықтай алмадым. Ағасының телефонын алып звондадым, мен өстіп кешегі участковый жігіт болам. Маған жұмысқа сіз срочно келуіңіз керек. Не болып қалды, келіңіз, мен сізге бәрман жайды түсіндіріп беремін дедім. Келдім, түсіндірдім. Ашулықпен, жаңағы залықпен бір ұрыс беріп, болмаса қатты сөз айтып жіберіп жүрме дедім. Мен қанша дегенмен оңай емес дедім. Ақыр аяғы жаңағы өліп қалды деген жігіті де тірі. Сол жігітке қосылып, үйленіп, кейін келді маған. Осылайша 2 жас үйленген соң соттың шешімімен балалар үйінен сәбилерін қайтарып алған екен. Егер бұл істі қайта көтермегенде, бәлкім ол балада Диляраның ізімен кетермеді. Канадаға іздеп баруға ол екінің бірінің қолынан келе бермес деп ойлаймыз. Іздегеннің өзінде мен оны таба алмасам деп ойлаймын. Әрине көргім келеді, қызық қой. Қандай қыз болып өскені, тәрбиесі қандай. Әзірге полиция капитаны өзін іздеген канадалық қазақ қызын тек бейне көріністен ғана көре алады. Амандық болса, олар алдағы уақытта міндетті түрде кездеседі. 8 немесе 10 жасқа толғанда Қазақстанға баруды жоспарлап отырмын. Еліне міндетті түрде алып барам. Мен французша айттым, бірақ не айтқанымды қазір өзімге түсінбей қалдым.
Диляра Қазақстан атынан жасаған сыйлықтарды бірден жоғары қабатқа көтеріліп тығып қойып жатыр. Бұл үйде өзінен басқа оған ешкім тиіспейтінін білсе де, баламысың деген. Мүмкін Диляра үшін бұл жай ғана сыйлық емес шығар. Иә, ол үшін баға жетпес құнды дүние болуы мүмкін. Өз қандастары әкелген қазақ елінің бір бөлшегі. Қазақстандағы адамдарға бір-бірін жақсы көрсін, бір-біріне мейірімді болсын деп тілеймін. Мен сіздерді жақсы көрем, қазақтар. Бізге не айтқыңыз келді? Nothing was left, just she was well dressed in layers of clothing and a pillow. Мен үшін Қазақстан ыстық. Балаларын тастап кету қаншалықты қасірет екенін түсінем. Ал мен сияқты жалғыз басты жандар үшін бұл бақыт болды. It was just a wonderful gift. To allow us to, Бұны мен Құдайдың сыйы бір кереметі деп қабылдаймын. because she's absolutely wonderful. Sorry. And I mean, to give up a child from a country, Біз міндетті түрде тағы да Қазақстанға барамыз. it's just a great gift, and I mean, and we'll cherish that forever. They sang et vance gueule et tasse pas et tonque le desibois. Мен французша айттым. Мен өзімнің сәйгүлігіммен саяхат жасайтын қыз болам. Жылқы десе қазақтың жаны қалмайды. Қанмен берілетін қасиет шетелге ағылған қара көздердің бойында қатты ойнайды. Диляраның да жылқыға жаны құмар. Канадалық әйелдер 40-қа келсе де өздерін қыз санайды. Кәрілік жетті деп қамығу жоқ. Ерлері де солай. Бірінші приоритет білімді ұштау, қызмет, материалдық құндылықтар. Аяқтарынан нық тұрып, дүние жиып болған соң ғана ұрпақ өрбіту мәселесін ойлай бастайды. Бірақ бұл кезде бәрі де кеш. Алайда бала болмады деп ажырасып та кетпейді. Шешілмейтін түйін жоқ. Все в Канаде так довольно-таки строго. Отношения, брачные отношения, все очень строго. И если они заключают Канадада брак, некеге өте қатты мән береді. Отбасын құрды ма, демек бұл өмір бойына. и разводиться из-за Перзент этого, болмағандықтан они просто айырылыспайды. ищут, что они могут сделать. Была одна пара, ей было 26 лет, но она гречанка. Бір жұп келді, әйелі грек. Туыстарын да ертіп келді, көмектесіңіздерші деп. Олар баланың түсіне, түріне, ұлтына қарамайды. Бала болса болды. Грек демекші, Грекияға жасаған сапарымызда Қазақстаннан бала асырап алған отбасымен кездесуіміз жоспарланған еді. Алайда алғашында келісімін берген жанұя іле-шала айнып қалды. Посоветовался с адвокатом, и они решили оставить за собой право. Адвокатпен кеңескен. Содан кейін өз құқықтарына байланысты бұл кездесуден бас тартамыз деп шешім қабылдады. Есть у них такое. Ата-анасы қорқақтады, әсіресе әкесі. Он долго Баланы танып қояма, біреулер біліп қояма, бұл баланың өміріне қалай әсер етеді деген қорқыныш болды оларда. Немного опасаются. Бізге көру бұйырмаған ол бала Шымкенттен, биыл жасы 6-ға толады. Әзірге ол өз туралы еш нәрсе білмейді. Ал оны асырап алған әйел Қазақстаннан қоныс аударған грек ұлтының өкілі. Мальчик думает, что он родился здесь, в Греции. Ол өзін осында Грекияда дүниеге келгем деп ойлайды. Мама из Казахстана. Анасының Қазақстаннан екенін біледі, ал әкесі Грекиядан деп ойлайды. Оны асырап алғандарын әлі күнге айтпаған. Себе.
Анасымен сөйлескенде оған міндетті түрде бәрін жеткіземіз деді, бірақ қазір емес. Әйтеуір бір кезде бала шындықты басқалардан естейтінін түсінеді олар. Дегенмен белгілі бір уақыт жеткенде айтармыз деп шешім қабылдаған. Қазір қазақстандық бала православ сенімінде. Оны шоқындырған 99% христиандар тұратын мемлекет болған соң, ол да христиан дінінде. % христиан, и он уже христианин православный. Қазақ балаларын асырап алған шетел азаматтарының ішінде де шындықты бүркемелейтіндер кездеседі. Дорияның анасы бізді босағадан қарсы алды. Бір ғана өтініші бар екен. Ұланның, Дорияның бұрынғы өмірі туралы, бұрынғы ата-анасы жайында айтпауды өтінеді. Қабылдадық. Баланың жүрегін ауыртқысы келмейді. Біздің де баланың жүрегін ауыртқымыз келмейді. Dorian. Tu dis bonjour. Dorian, tu viens dire bonjour? Мне Dorian. Descends. Tu dis bonjour à Jana? Salam. Bonjour. Il n'a pas l'habitude. Дорианның анасы архитектор, сәулет өнерімен айналысады. Мұна үйдің дизайнын өзі жасап шығарыпты. Ал әкесі кардиолог. Ал Дориан өскенде кім болады? Бәлкім музыкант. Les pompiers, la maison qui brûle, c'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cantinier, c'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est la cantinière. D'accord. Басқасын айтайын. Une bergère, il est une bergère, il est une bergère, qui garde ses moutons, tonton, qui garde ses moutons, tonton. La bergère en colère, la 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 la. La bergère en colère, qui garde ses moutons, tonton. Et j'ai oublié le chat qui... Тағы бір әннен кішкене ғана айтайыншы. La bergère. Le chat la regarde, le chat la regarde, qui garde ses moutons, tonton. Je me souviens plus très bien. Et en fait... Интеллектуалдық деңгейі өте жоғары бала. Менен бірде, мен сенің ішіңнен туылдым ба деп сұрады. Мен жоқ, мен сенің туған анаң емеспін. Сенің туған анаң қайтыс болған. Содан кейін біз сені асырап алдық деп түсіндірдім. Алайда Ұланға өмірі сыйлаған әйел, о дүниелік емес. Бұл француздық келіншектің ойлап тапқаны. Ол өскенде туған анасын іздемесін деген түсініктен туған тұжырым. Қазақ әйелінің шаранасының көзін аша сала тастап кеткенін ескерсек, бұл да бала психологиясы үшін оңды шешім болды ма деп ойлап қаласың. Ұланды 11 айлығында асырап алған француздар. Қазір 5-тен асты. T'as pas de langue? Маған айтып жатыр, мен қазір француз болдым дейді. Est-ce que t'as pas de langue Француз Қытай болдым дейді. Шамасы достары бұны Қытай деп ойлап қалады ғой деймін. Бірақ оны ойнап айтып отыр, негізі біз жақтан екенін өзі сезеді іштей. Тәп-тәтті бала өзі. Regardez ma tour. J'ai le droit de faire ça, maman. Et c'est parce que je fais un
Біздің кішкентай сыйлығымыз Қазақстанның атынан, Қазақстан ұлттық арнасының атынан, қазақ елінің атынан. Иә, қамшы. Бұл қамшы. Атың жүйрік болсын дейді. Атың жүйрік болсын, мінгенде тұлпарың жүйрік болсын, асау болсын, иә? Yesimjan, guarda! Qua, guarda, sono in studio, vieni a vedere, Yesim. Yesimjan, vieni a vedere, guarda che tata che c'ha, Yesim. Guarda che occhi azzurri che ha questa tata. Sono belli, vero? Mamma mia, guarda che piume, Yesimjan. Есімжан деген есімін қалдырыпты итальяндық отбасы. Туған анасы 90 жыл қыз екен. Сол сценарий туасап қалдырған. Осы сүйкімді баланың күлкісі сапар бойына санамда жаңғырып тұрды. Әлі де өшкен жоқ. Асырап алған анасы Есімжан емес, Есимджан деп атайтын қазақтың томпақ балғыны Италиядан бақыт тапты. Тағы бір итальяндық отбасы, бірақ ежелгі Римде емес, Канадан паналаған итальяндықтар Қазақстаннан 3 бірдей қазақ ұланын асырап алыпты. Тұңғыштары Шымкенттен. Итальянская семья вообще... Итальяндық отбасы, әйелі де, күйеу жақтан да туыстарының балалары өте көп. Баланың көп болған қалайды екен олар. Әйелі жұмыс істемейді. Менің мақсатым ана болу, бала тәрбиесімен айналысу дейді. Өзі бала көтер алмайды. Быть матерью. Итальяндық ерлі зайыптылар бауырына басқан шымкенттік бүлдіршіннің суреті бұл. Дәл біз барғанда ата-анасы Қазақстанда жүргендіктен жүздесе алмадық. Есімі Әмірхан, қазіргі аты Адамо. Аутизм дертіне шалдыққан, өз әлемінде өмір сүреді. Денесінің оң жақ бөлігі дұрыс қимылдамайды. Сал ауруы. А вот этого мальчика вы знаете? Да, конечно. Әрине білемін. Это семья, это вот как раз вот. Бұл баланы осыдан 4 жыл бұрын асырап алған. Қазір олар тағы бір бүлдіршін бағып алуға дайындалып жатыр. Готовятся на второе усыновление, потому что они хотят усыновить второго ребенка. Из Казахстана? Да, из Казахстана. Қазақ балаларының өмірі қатталған мына қағаздардың ішінде бұл балақайдың бейнесі менің көзіме оттай басылды. Ол Бельгияда тұратын Ерлан есімді ұлға қатты ұқсайды екен. Ал мына темір сейфтерде сыртқа бала беретін мемлекеттер тоғысқан. Міне Қытай, міне Вьетнам, міне Қазақстан. В данный момент, например, в Китае очередь стала затягиваться до 7 лет. Қытайда қазір халықаралық бала асырау процесі қиындап кетті. 7 жыл күту керек. Осыдан 3 жыл бұрын бір ғана Квебек провинциясына Қытайдан жылына 1000 бала келетін. Олар тек қыздарды ғана асырап алуға беретіндіктен елдің ішінде дисбаланс туындаған. Сондықтан олар халықаралық бала асырау процесін тоқтатты десе де болады. 10 жыл бұрын Қытайдан 10 000 бала сыртқа ағылса, қазір бүкіл әлем бойынша. Бұл елден тек 2000-дай ғана бүлдіршін шетке беріледі. Осы себептен канадалықтар сәбиді тез арада асырап алуға тиімді елдерді іздейтін болды. 2006 жылдан бері Alliance de Famille de Quebec агенттігі арқылы 85 қазақстандық жетім бала канадалық атанды. Қазақстанның қақпасы қайтадан ашылып еді. 2013 жылдан бері канадалықтар тағы да 2 баланы асырап алды. Дәл қазір Қазақстанда
нақтырақ айтқанда Орал қаласында. Канадалық тағы да 3 отбасы жүр. Олардың ішіндегі бір ғана жанұяның өзі 3 бірдей қазақстандық баланы асырап алыпты. Біріншіден әрине осы жанұясыз қалған балалардың канадалықтар асырап алып, келешекте жақсы өмірге апаратын жолы табады екен үміттемін. Соған ризамын, сондай адам бар болуына осы Канадада. Өкінішке орай осы балалардың жанұясыз қалғаны менің жүрегімді өте тербетеді. Өйткені неге біздің еліміздің азаматтары, жанұялары осы балаларды асырай алмайды деген сұрағым туады. Жерімізде кен, елімізде бай, жанұясыз қалған қазақтың балалары неге біздің Қазақстан Республикасының азаматтары неге өздері асырап алмайды? Сол өкінішті. Туған жерден сәл ұзап кетсек болды, сағына бастаймыз. Елді айтпағанда ұлттық тағамымызға дейін сағынамыз. Қайнап жатқан ет, қорылып жатқан тоқаштың иісін сағынасың. Кішкентайымыздан санамызға сіңген ырым тыйымдар, үлкендердің сөздері бәрі жадымызда жатталған. Былайша айтқанда қазақылық кішкентайымыздан қашалған. Ал шетелдіктер асырап алған қазақ балалары ше, олар нені сағынады? Естерінде не қалды? 9 әріптен тұратын Қазақстан деген сөзді ғана біледі. Қазақстанда туылдым дегені болмаса, қазақылық қасиет жат болған. Өзге елде тұрып, өзге елдің суын ішкен соң, сол елдің мәдениетін сіңіреді, сол елдің тілінде сөйлейді, сол елдің дінін қабылдайды. Ащы да болса, ақиқаты осы, біз оларды мәңгілікке жоғалттық. Кімге ұқсатам білмеймін қандайымды, мама кеп бір ескеші маңдайымды, ақуызға толмаған таңдайымды, толтырайын айтумен жағдайымды. Мама, енді сені табу қиындайды, ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым жұпарың арман болып, туған жерім топырағың бұйырмайды. Мама, түскендеймін аңдардың арасына, мен жатпедім қазақтың баласына. Мама, пайғамбар жоғалатын панасына, мен осынша азапқа саласың ба? Жатқа саттың, күйіктеттің. Мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір ескеп сүйіп кеткін. Мама, жүректерден иманның нәрі кетті, не көрмеген қазағым бәрін дөтті. Тағдырымды Аллаға тапсыраман, Алла мәңгі және де әділетті. Мама, түскендеймін аңдардың арасына, мен жатпедім қазақтың баласына. Мама,
Onsuz da büyük büyük üylönündü Bala satıp tadı da büyük detkin Mama sen meni tappay kalasın goy Kelede bir iskep suyup ketkim Men Kazakman.